Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бүгін сіздермен Қытай сайттарында товарларға ақша төлеу үшін Alipay'ге картаны қалай тіркейміз, соны үйретемін. Алда талай қызықты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын, сондықтан міндетті түрде арнаға жазылып қойыңыздар достар. Телефоныңыздың моделіне қарай App Store'дан немесе Play Market'тен Alipay приложениесін жүктеп аламыз. Телефонымызға жүктелген қосымшадан ең бірінші көк жазуды басамыз, яғни бұл келісемін деген сөз. Оны басқаннан кейін разрешить деген кнопканы басып, осы жерде телефон номерімізді жазамыз. Қазақстанның кодын тауып аламыз. Біздікі +7. Alipay Alibaba Group компаниясының құрамына кіретін ірі төлем жүйелерінің бірі болып табылады. Негізі 2004 жылы қаланған. Alipay төлем жүйесін 460 мыңнан астам басқа да компаниялар қолданады. Телефон номерімізді енгізгеннен кейін екі рет көк жазуды басып келісім береміз және телефонымызға SMS кодтың келуін күтеміз. Загрузка уақыты өткеннен кейін көк жазуды басып келесіге өтіп, тағы да екінші рет көк жазуды басып келісім береміз. Осы кезде біздің код SMS келеді, оны автоматты түрде енгіземіз және де ашылған беттен Қазақстан деген жазуды таңдаймыз. Интернеттің немесе қосымшаның баяу жұмысына байланысты толығымен ашылғанын күтеміз. Бірінші бетте ештеңені басудың қажеті жоқ. Бұл жерде бізге тек қана бір кнопка қажет болады. Бірінші бетіміз толықтай загрузкадан өткеннен кейін разрешить деген кнопканы басамыз және де осы жерде бізде картаның суреті шығады. Сол картаның астындағы көк жазуды басамыз. Осы жерден басып өткеннен кейін бізде 6 таңбалы сан сұрайды. Оны өзіңіз ұмытып қалмайтындай 6 таңбалы санды құрастырасыз. Және де бұл сан кейін бізде Poizon және басқа Қытай сайттары арқылы тапсырыс берген кезде Alipay мен төлем өткізердің алдында міндетті түрде сұралады. Сол себепті ұмытып қалмайтындай естек сақтауларыңызға кеңес беремін. Және де қатар-қатар тұрған сандарды қабылдамайды. Сол себепті әр жерден теріп алатын, мүмкін өзіңіздің туған күніңіз, жылыңыз сияқты есте қалатын сандарды құрастыруға кеңес беремін. 6 таңбалы санды енгізгеннен кейін Done деген көк жазуды басамыз және де осы жерде ашылған жерде фотоаппараттың суреті тұрады. Сол жерден біз карточкамызды скан жасаймыз, яғни фотоға түсіреміз. Карточкаға скан жасағаннан кейін осы жерде қолмен оның уақытын және де артындағы CV құпия кодын енгіземіз. Яғни біз приложенияға карточкамызды привязка жасаймыз. Керекті деректерді енгізіп болғаннан кейін астыда бізде көк окошко шығады. Сол окошканы басып ары қарай өтеміз. Осылайша біз Alipay қосымшасына өзіміздің виза картамызға привязка жасаймыз. Ашылған парақшадан ОК деген кнопканы басып ары қарай өтеміз. Енді біз банктік картамыздың дұрыс привязка жасалғандығын тексереміз. Ол үшін оң жақ төмендегі адамның суреті тұрған жерді басамыз. Бұл біздің жеке кабинетіміз. Осы жерден банк картс деп тұр ағылшынша. Сол кнопканы басамыз. Загрузка өткеннен кейін осылайша картамыздың суреті шығады, яғни картаның 4 артқы номерін тексереміз. Біздің картамыз өзінің орнына тұрды. Егер ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Бұдан басқа пайдалы ақпараттардан құлақ қағыс болғыңыз келсе, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет достар.